Қайырлы күн, құрметті әріптестер, қымбатты студенттер. Кітапханалық қызмет көрсету пәні бойынша 3-ші курста оқуды және оқырманды зерттеу тақырыбы бойынша онлайн форматта өтетін сабаққа шақырамыз. Кітапханалар ақпарат ресурстарды жинақтау арқылы оқырмандардың ақпараттық сұраныстарын қанағаттандырып отыратын мекеме болғандықтан, әрбір оқырманның талап тілегінің пайда болуына, дамуына көмектесе отырып, қоғамның әлеуметтік белсенді мүшесін тәрбиелеуге көмектесуі тиісті. Ол үшін кітапханалар үнемі оқырмандар талабын, сұранысын зерттеп, біліп отыруы қажет. 3-ші курс студенттері зерттеудің жалпы ғылыми әдістерінің ішінде тек сұрақ-жауап әдісін қолданды. Назар аударайық. Армысыздар, құрметті ұстаздар, аяулы студенттер. Біз кітапханалық қызмет көрсету пәні бойынша бір ел бір кітап акциясы аясында өзіміздің кітап көрме жұмысымызды аяқтаған болатынбыз. Бұл біздің екінші ғылыми зерттеу жұмысымыз. Сол бір ел бір кітап акциясы аясында ғылыми зерттеу жұмысымызбен тікелей байланысты. Бүгінгі ғылыми зерттеу жұмысымыздың тақырыбын 21 ғасыр оқырманы деп алдық. Ең алдымен ғылыми зерттеу жұмысымызды бастамас бұрын оның мақсаты және өзектілігімен таныс болайық. Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты оқырмандардың оқу социологиясын, психологиясын, оқу деңгейін, қызығушылығын зерттеу арқылы оқырманның талап тілегін қанағаттандыруға жұмыс жасау. Ғылыми зерттеу жұмысының өзектілігі 21 ғасыр әлеуметтік желінің оқу деңгейін төмендетіп жатқанын аз да болса тоқтату, тұрғындар арасындағы оқу социологиясының пайызын анықтап қона қоймай, бір ел бір кітап акциясы жайлы түсінік қалыптастыру. Қайырлы күн баршаңызға. Теміртаудан жалынды сәлем. Теміртаулық тұрғындардан кітапханалық қызмет көрсету пәніне байланысты сұхбат алатын боламыз, ал ендеше кеттік. Жоқ, естімедім. Жалпы негізі бір естігенім бар, білем, ол жақта бір кітапты жарнамалайды, және бір жылдың ішінде бір кітапты бүкіл халық оқып шығады. Білем, жалпы. Абайдан басталады. Мақсатында әдебиетімізді дамыту, дәріптеу мақсатындағы тарихи әдеби жоба. Енді бұл менің түсінігімше бір ел бір акция деген бұрынғы өткен кітаптарымызды, рухани жәдігерлерімізді қайтадан жаңғырту шығар, рухани жаңғыруға байланысты деп ойлаймын. Қателеспесем, соңғы жылдар шыққан әдебиетімізді сақтау мақсатындағы жоба. Қай жылдан басталды? 2007. Жалпы акцияның мақсаты неде деп ойлайсыз? Қазақ әдебиетіміздегі үздік туындыларды қазақ халқына насихаттау. Иә. Қай жылдары басталды? Где-то 2006 или 2007. Ондай есімде естіп Естіген, бірақ өзім оқып көрмедім. Ануар Әлімжанов. Кешіріңіз, Ануар Әлімжанов туралы ештеңе білмейді екен. Әрине білемін, ол шығармада шығыстың ұстазы Әбу-Насыр әл-Фарабидің өркениетті өмір жайлы баяндалды. Жоқ, естімедім. Естігенім бар, бірақ Естуім бар, бірақ оқымадым. Әнуар Әлімжановтың басқаша роман, повестарын оқыған екен, бірақ дәл осы ұстаздың оралуын естімеппін. Жоқ, білмеймін. естіген жоқ, бірақ оқыған жоқпыз. Білемін. Сіздер білем. Оқыдыңыз ба? Оқымадым. Абай жолдарымен көп естіп. Әрине, ол Абай атамыздың шығармаларын бүкіл қазақтар білу керек деп есептеймін. Әрине, оны бүкіл қазақ ел. Абай жолы эпопеясын оқымаған адам жоқ деп. авторы кім? Мұхтар Әуезов. Дұрыс. Естідім. Авторы? Мұхтар Әуезов. Әрине білем, оны әрбір қазақ білу керек деп санаймын. Авторы кім? Авторы Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов? Мұхтар Әуезов.
қазір жұмысқа байланысты 1 сағат арнаймын, ал былай бір кітапты бастасам, соны соңына жеткіземін де 2-3 күн оқып. Негізі кітап өте көп оқимын деп айта алмаймын, анда-санда ғана қолым бос кезде оқимын. Негізі бос уақытымда оқуға тырысамын. Тым құрғанда жылына 3-4 кітап оқып тұруға. Бір күн кітап оқимын десек, уақытым жетсе, бір күнді арнағым келеді. Бір күн жатып кітап оқимын. Көп емес енді, анда-санда аптасына 1 рет болады. Жатарда 1 сағат. Күніне 20-30 минуттан бастап барынша бос уақытымда кітап оқуға арнаймын. Жоқ, ешқандай бөлігін қазіргі уақытта арнап жүрген жоқ. Рахмет, сау бол. Жас кезімізде кітап оқыған жақсы көретінмін, оқитынмын. Қазір енді күйбең тірлікке байланысты аптасында 1-2 рет оқуға тырысамын. Рахмет, сау бол. Жоқ, мүлдем арнамаймын, анда-санда оқымаймын. Күніне 2-3 сағаттан, иә? Босаған уақытта ғана жұмыстан келген кезде. Кітапханаға негізі аптасына 2 рет, 3 рет. Кітапханаға мектеп оқып жүрген кезде бір мәліметтер жинау керек кезде баратынмын, және де өзім кейде бір кітап оқуға өзімнің ынтам ашылған кезде кітапханаға барып кітап алатынмын. Бірақ соңғы кездері көп бармағаныма көп уақыт болды. Кітапханаға, мысалы, мынау біздің өзіміздің Қаскеленнің кітапханасы. Бұл жерде мен кішкентайда мектепке Көп оқымай кіріп. Иә, барынша жиі баруға тырысам, бос уақытымда кітапханада болғанын ұнатамын. Шыны керек, қазіргі өмірдің ағымына байланысты кітапханаларға бармаймыз, бірақ енді электронды кітаптармен жұмыс жасаймыз. Жұмыс бабымен аптасында 1-2 рет барып тұрамын. Барудың қажеті жоқ, бәрі интернетте бар. Анда-санда барамын. Жоқ, жұмыс жағдайымен бармаймын. Кітапханаға бармаймын. Кітапханаға бармаймын. Өзім үйде бос кезде ғана оқимын. Ғылыми жұмыстың барысында тұрғындар арасынан сұхбат алынды. Сол арқылы статистикалық көрсеткіш жасалды. Сұхбатқа барлығы 20 тұлға қатысқан болатын. Көпшілігі ашылып сұхбат беруден бас тартты. Қатысқандар ішінде 57% жасөспірім, 43% орта жастағылар. Сауалнама 5 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ: бір ел бір кітап акциясы жайлы білесіз бе? Я деп жауап бергендер 31%, жоқ дегендер 69%. Екінші сұрақ: Әнуар Әлімжановтың ұстазының оралуы шығармасын білесіз бе? Я деп жауап бергендер 28%, жоқ дегендер 72%. Үшінші сұрақ: Абай жолы роман эпопеясы жайлы білесіз бе? Оқымадым дегендер 37%, я деп жауап бергендердің пайызы 63-ті құрады. Төртінші сұрақ: күнделікті өмірде кітап оқуға қанша уақыт жұмсайсыз? Бос кезде деп жауап бергендер 37%-ті құраса, оқымаймын деп жауап бергендердің пайызы 63%. Кітапханаға жиі барасыз ба? Я деп жауап бергендер 28%-ті құраса, жоқ деп жауап бергендердің пайызы 72%-ті құрады. Құрметті достар, енді біздің топтың қорытынды ойына келетін болсақ, тұрғындардың көпшілігі қазіргі таңда кітапхананың тұрақты оқырманына айналуды қойды. Неліктен? Өйткені қазіргі таңда сандық технологияның күрт өсуіне байланысты, ақпараттық қажеттіліктің шарықтап дамуына байланысты кітапхананың орны масайрап қалды. Яғни оқу сауаттылығы қарапайым адамдардан басталатын болса, осындай көптеген белгілі бір жобалардың барлығы көңіл қуантады. Бірақ та, құрметті достар, бүгінгі біздің зерттеу келе өзіміздің айтпақ қорытынды ойымыз, болашақ кітапханашы ретінде біз заман оқырманның талап-тілегіне сай жұмыс атқаруды барша күш-жігерімізді салатын боламыз. Байланысты кітапханаларға бармаймыз, бірақ енді электронды кітаптармен жұмыс жасаймыз. Жұмыс бабымен аптасында 1-2 рет барып тұрамын. Барудың қажеті жоқ, бәрі интернетте бар. Анда-санда барамын. Жоқ, жұмыс жағдайымен бармаймын. Кітапханаға бармаймын. Кітапханаға бармаймын. Өзім үйде бос кезде ғана оқимын.
Ғылыми жұмыстың барысында тұрғындар арасынан сұхбат алынды. Сол арқылы статистикалық көрсеткіш жасалды. Сұхбатқа барлығы 20 тұлға қатысқан болатын. Көпшілігі ашылып сұхбат беруден бас тартты. Қатысқандар ішінде 57% жасөспірім, 43% орта жастағылар. Сауалнама 5 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ. Бір ел бір кітап акциясы жайлы білесіз бе? Я деп жауап бергендер 31%, жоқ дегендер 69%. Екінші сұрақ. Әнуар Әлімжановтың ұстазының оралу шығармасын білесіз бе? Я деп жауап бергендер 28%, жоқ дегендер 72%. Үшінші сұрақ. Абай жолы роман эпопеясы жайлы білесіз бе? Оқымадым дегендер 37%, я деп жауап бергендердің пайызы 63-ті құрады. Төртінші сұрақ. Күнделікті өмірде кітап оқуға қанша уақыт жұмсайсыз? Бос кезде деп жауап бергендер 37%-ті құраса, оқымаймын деп жауап бергендердің пайызы 63. Кітапханаға жиі барасыз ба? Я деп жауап бергендер 28%-ті құраса, жоқ деп жауап бергендердің пайызы 72%-ті құрады. Ал енді құрметті ұстаздар, аяулы студенттер, біз өзіміздің ғылыми зерттеу жұмысымыздың аяғына да келіп тоқталдық. Енді біз ғылыми зерттеу жұмысында өзіміздің түсінген дүниемізді, өзіміздің алған дүниемізді айтатын болсақ, бірінші мәселе ол Қазақстан Республикасының азаматтарының көбі бір ел бір кітап акциясы жайлы толық білмеуі. Бұл бағдарламаға көптеген күш, қаражат кетіп жатыр, ал оның тұрғындардың өзінің білмеуі өте үлкен мәселе болып табылды. Екінші мәселені алып қарайтын болса, ол әлем таныған Абайдың көптеген тұрғындардың оқымауы. 33% Абай жолы роман эпопеясын оқыса, тұрғындардың 67% Абай жолын мүлде оқымаған болған. Үшінші толғандыратын мәселе ол кітапханаға оқырмандардың жиі келуі. Қазіргі таңда 44% ғана біздің есептеуіміз бойынша кітапхананың күнделікті немесе өздерінің уақыты бар кезде келетін болса, қалған проценті мүлде қатыспайтындар, мүлде кітапханаға келмейтін адамдардың пайызын құрап отыр. Бұл біз үшін өте төмен көрсеткіштердің бірі болды. Бүгінгі ғылыми зерттеу жұмысымыздың арқасында біз оқырмандар санының күрт азайып бара жатқандығын байқадық. Оған бірден бір себеп сандық технология екенін де осы ғылыми зерттеу жұмысы барысында білген болатынбыз. Біз өзіміздің болашақ кітапханашы ретінде мойнымызда үлкен жүк артып тұрғанын білдік, және болашақта жаңа бағдарламалар шығаруға бүгінгі ғылыми зерттеу жұмысының септігі тиді деген ойдамын. Және де өзіміздің қорытындымызды, біздің топтың қорытынды ойын Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мына сөздерімен аяқтағым келіп отыр. Дәстүрлі кітапхананың атқарушы рөлі ешқашан мәнін жоғалтпайды. Біздер кітапханашы ретінде болашақ оқырмандарымыздың санын, заман оқырмандарының талабын орындауға барынша күш-жігерімізді саламыз. Білімнің қайнар бұлағы сенің рухани қазынаңның қайнар бұлағы кітап. Өз кітапханаңды құра біл. Кітапты бір оқып қанағат тұтпа, қайтадан оқы. Келетін болса, қалған проценті мүлде қатыспайтындар, мүлде кітапханаға келмейтін адамдардың пайызын құрап отыр. Бұл біз үшін өте төмен көрсеткіштердің бірі болды. Бүгінгі ғылыми зерттеу жұмысымыздың арқасында біз оқырмандар санының күрт азайып бара жатқандығын байқадық. Оған бірден бір себеп сандық технология екенін де осы ғылыми зерттеу жұмысы барысында білген болатынбыз. Біз өзіміздің болашақ кітапханашы ретінде мойнымызда үлкен жүк артып тұрғанын білдік, және болашақта жаңа бағдарламалар шығаруға бүгінгі ғылыми зерттеу жұмысының септігі тиді деген ойдамын. Және де өзіміздің қорытындымызды, біздің топтың қорытынды ойын Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың мына сөздерімен аяқтағым келіп отыр. Дәстүрлі кітапхананың атқарушы рөлі ешқашан мәнін жоғалтпайды. Біздер кітапханашы ретінде болашақ оқырмандарымыздың санын, заман оқырмандарының талабын орындауға барынша күш-жігерімізді саламыз. Білімнің қайнар бұлағы сенің рухани қазынаңның қайнар бұлағы кітап. Өз кітапханаңды құра біл. Кітапты бір оқып қанағат тұтпа, қайтадан оқы. Құрметті әріптестер, қымбатты студенттер, осы қысқаша зерттеулермен баршаңызға кітапқа, кітапханаға, кітап оқуға терең ой салдық деп ойлаймыз. Кітап оқудан жалықпаңыз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.